Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі біздің қызықты да әрі пайдалы тақырыбымыз әдеттеріміз туралы болмақ. Видеодағы әдеттерден құтылсаңыз, жолыңыз ашылады. Бұларды біліп алыңыз, әйтпесе кедергілерге тап бола бересіз. Біреудің жолында сәттілік кезігіп, іздегені алдынан шыға келеді. Ал біреу уысына түсіп тұрғаннан айырылып қалады. Неге? Адамның барлық мәселесі басында дейді психологтар. Нақтырақ айтқанда, мида. Ой сөзге, сөз затқа айналады. Бұл көп жылдық зерттеулер нәтижесінде дәлелденген ақиқат. Сонымен, қандай әдеттер мен сөздер жолымызды жабады? Ең алдымен, қабылдамау. Айналасындағы адамдардан еш нәрсені қабылдағысы келмейтіндер бар. Мысалы, бір кабинетте 6 адам отырады делік. Біреуі үйінде жайылған қуанышты дастарханнан дәм ауыз тиіндер деп тәттілер алып келеді. Жоқ, жей беріңдер, мен жемеймін деп ауыз тимейтін әйтеуір біреу табылады. Міне, бұл адам ешкімнен еш нәрсе алғысы келмейтіндердің қатарына жатады. Тағы бір мысал, көмегі үшін алғыс білдірсен немесе шағын сый жасасам, қажет емес дейтіндер көп. Осындай бір ауыз сөзбен өмірдің тосын сыйларының жолын жауып алғанын олар ұқпайды. Екінші, сыйлық жасамау. Табиғатынан біреулер себепсіз де сыйлық жасай береді. Үйіне қонақ боп келгендердің қолын құр шығармайды. Мұндайлардың жолы молшылыққа, сәттілікке ашық болады екен. Ал сыйлық жасауды білмейтіндер қалауына қиналып жетеді. Үшінші, рахмет айтпау. Байқасаңыз, болмашы нәрсеге де біреулер рахмет айтады. Ал біреулер қай көше екенін сұрайды, уақытыңды бөліп түсіндіресін, үндемей кете барады. Тегін үйіне дейін жеткізіп саласын, рахмет айтпайды. Әрдайым рахмет, алғыс, жақсы адамның жақсылығын айтып жүретіндердің жолы ашыла түседі екен. Төртінші, шүкіршілік етуді білмеу. Шүкір деген сайын несібесі артатынын бәрі біледі. Бірақ денінің саулығына, басында панасының, перзентінің барына шүкіршілік айтып отыратындар аз. Өзгенің жағдайымен өзіндікін салыстырып, пікір түйіп қана қоймай, шүкір айта білу де керек. Және де бесінші, жабық жүрек. Жабық жүрек дегеніміз не? Ешкімге ашылмау, бүкіл сырын жүрегінің түкпірінде сақтау, сезімін, ренішін, қалауын айтпау, жасыру да жүректің жабықтығына жатады. Осындай ұсақ-түйек нәрселер жолды ашатын көбіміз елей бермейміз. Ал 1000 шақырымдық жол алғашқы қадамнан, көл тамшыдан, ақша тиыннан құралады. Олай болса, сыйлық пен алғысты, мақтау сөзді ғана емес, тағдырыңызды жаратушы берген келбет пен тәніңіздің сол күйінде қабылдаңыз. Ешкімге сыйлық жасамасаңыз да, кішкентай жақсылығы үшін де рахмет айтып үйреніңіз. Адасқан адам жөн сұраса, 1 минут уақытыңызды бөліп, жол нұсқай салыңыз. Адам осы қарапайым әдеттерге дағдыланғанда жүрегі ашыла түседі. Жүректің құлпы ашылса, өміріңізде ғажайыптар орын ала бастайды. Әлдекімге жолығуды ойлап жүрсеңіз, ол өз шаруасы мен жұмысыңызға іздеп келеді. Қарбыз сатып алу керек еді деп ойлағаныңыз сол, аулаңызда қарбыз сатушылар көлігімен тұрғанын көресіз. Әр ісіңіз онынан шешіліп, мәселелеріңіз реттеліп жатқанына таң қаласыз. Бұл тұрғыда көп мысал келтіруге болады. Бұндай ғажайыптар жолы ашық адамның өмірінде күнде орын алып жатады. Ендеше, жолды жабатын 5 әдеттен ертерек бірге құтылайық достар. Сіздермен болған оңай каналы. Келесі кездескенше достар.